kaldı, bırak sen әлі жатырсың. Диванның ішіне терең батып жатырсың. Телефон қолда, инстаның ішінде батырсың. Шын мәнінде жалқаулықтың уын татып жатырсың. Анаң жүрасханада шайыңды дайындап, сен 30-ға бұйырса байымын деп пайымдап. Жасың 30-ға келсе де ақылың кірмеді, төсекпен диванын басқаны көзің көрмеді. Кеше жұмысқа барып ең, бүгін тағы үйдесің. Бастық жаман деп тағы да мұңды күйдесің. Бір ай істеп 3 ай жату сенің заңың ба? Намыс деген сезім бар ма сенің қаныңда? Анаңның зейнетақысын күтіп отырған ұятты. Сенің бұл тірлігің нағыз масқара сияқты. Бойдақсың әлі, кім саған келіп тиеді? Диванды емес еңбекті еркек сүйеді. Жүзінде мұң басым, сені ойлап төгеді жасырын көз жасын. Балам бір күні адам болыр деп сенеді, бар тапқанын саған алдына әкеп береді. Сен болсаң түс ауғанша иықтап аласың, өмірдің ағысынан артта қалып барасың. Жұмсақ даусымен айтайын тыңдашы сөзімді, ашсаңшы ертерек мынау соқыр көзімді. Бүгін жұмыс бар десе сылтаңдайын тұрдың, саулығың сыр беріп басыңда уайым жүр. Не істеп бітірдің, диваным серіппесі тозды, сенің жалқаулығың шектен шығып озды. Келін түсіріп анаңды қуантар кез емес пе? Әлде бұл нәрсе сен үшін жай ғана елес пе? Жұмсақ төсек сені түбіңе тартып барады, болашағың тұман боп есігің жабылып барады. Тәтті екенін ұмыттың, жылуын сезбейсің, өзің жаққан шырық оттың. Кейде бір жұмыс істеп ақшаңды шашасың, сосын тағы апталап үйіңде жатасың. Анаңның арқасы бүкірейіп кетті ғой, сенің бұл қылығың сүйектен өтіп кетті ғой. Тоқташы, ойланшы, әлі де кеш емес, жалқаулық ер жігітке лайықты ес емес. Диван батыр тұр орныңнан бол тез, ауыр қолқа қыз кімдіңіне сонда бет. Алаңда қақсыр ауыл сегіндесті барысың, өтеуім берін әнін жетсіз қарызың. Ойдақтықпанын құттау адам мұғы сісті, тұнқана қиялғар жата дәрмекі сішті. Құрлан досқа, нұрасын тоқнашы дауыным, күрдірсеңші өмірдің мұлаусын ақауыным.